Сәлем достар, мен атым Ботафлай және менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде менің каналымда әлі болмаған видео, бірақ та өте көп адамдар сұраған, сондықтан да сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бірақ та видео басталмай тұр, бүгін сіздерді өте қызықты және пайдалы каналмен таныстырғым келеді. Егер де сіздер Түркияда бакалавр, магистратура, докторантурада оқуғыларыңыз келсе, бірақ та қалай тапсыру керек, не істеу керектігін білмесеңіздер, және де тегін оқуға мүмкіндік алғыларыңыз келсе, астыдағы сілтеме бойынша каналға жазылыңыздар. Ол каналда Түркиядағы өте қызықты жағдайларды, қалай түсуге болады, не үйретеді деген сұрақтардың жауабын табасыздар. Сондай-ақ Түркиядағы студенттердің де өмірін көре аласыздар. Мінекей жай ғана кішкене үзінді. Portakal suyu ne kadar? Егер Түркияда білім алуды армандап жүрсеңіз, Түркияда оқып жатқан қазақ студенттерінің өмірімен жіті танысқыңыз келсе, каналыма жазылыңыз. Егер де менен тағы да сәлем алғыларыңыз келсе, әдеттегідей астыдағы ссылкада тастап кеткен каналға жазылып, соңғы видеосының астына плюс мен Ботафлайдамын десеңіздер, менің келесі видеомда мен тағы да 30 адамға сәлем жолдайтын боламын. Ал мен әдеттегідей арғы жолғы видеода уәде берген 30 адамға сәлемді жолдап алайын. Айнұр Қайратовна, Жанель Сабырбай, Балнура Нұралиева, Алтынгүл Хумарбек, Аделя Арыстанғалиева, Динара Абугази, Айгерім Асенбай, Жансая Дюайвай, Зесеманура, Еркеназ Бақытбекқызы, Асемай Мадиқызы, Насихат Сейткүл, Зако Альберта, Индира Мұхтарқызы, Мариям Исмаилова, Шолпан Қалабай, Инжу Жүсіпова, Асель Асанова, Мисс Айтоша Аружан Мақсатына, Сергей Ботафлайдан жалынды сәлем. Бүгінгі видео жайлы кететін болсақ, бүгін бізде реакция деген видео, яғни бұндай видеолар ютубта өте көп, басқа адамдар, өте көп адамдар болады түсіреді. Яғни мен ютубтан бір нәрселерді көремін, мен бүгін клиптар көремін, және де сол клипті көргендегі мен реакциямды, одан кейін менің ойымды сіздер көре аласыздар. Мен бүгін үш топтың видеоларын, клиптарын көремін музыкалды. Олар Кешюдің жаңа тобындағы ұят емес деген клип, 91-ның, яғни 91-дің All I Need деген клипі, сонымен қатар Мадуменнің бас кетеді деген клипін көремін. Басын айтып кетейін, бұл менің реакциядағы бірінші видеом, және де мен бұл топтардың біреуін де білмеймін. Кешюдің бұрынғы тобын білетім, бірақ жаңарған тобын мен білмеймін. Бұлардың мен фанаты емеспін, хейтері емеспін, сондықтан да менің дұрыс критикамды сіздер дұрыс түсінесіздер деген ойдамын. Егер де араларыңызда солардың фанаттары болсам, барлығын түсіністікпенен қарайық. Бірінші Кешюдің ұят емес дегеннен бастайық. Кешюдің бұрынғы тобын мен өте жақсы білетім, жақсы көретінмін. Бұрынғы болғандан Ақбота, Кәмшат болған, Айдана болған топты өте қатты жақсы көретім. На топтың адамдарынан көрген емеспін. Құны қара болғым тұмарым, ұятым қайдан туды, қайдан шыққан ұраны байқасам.
маған қазір ұят емес жайқаған атуынды ұят емес қайтан ал өмір тағы берілмес алдағы мүмкіндік қалауыңа бүгілмес өмір деген жол қателері мол қатеңді түзету ұят емес істе адал бол өмір заңы сол әлемді күзету ұят емес өмір деген жол қателері мол қатеңді түзету ұят емес істе адал бол өмір заңы сол әлемді күзету ұят емес ұят екен ұят екен байқа 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 ұятты таста раста шайқа 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 ұят екен байқа 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 ұятты таста раста шайқа 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 жаратқан қай туралы ұят емес қолға алып өз-өзіңді ұят емес келте тігіп томпишсің де ұят емес кәсібіңдік адал болса ұят емес ұят деген мақал айтып өзің келіспегенің ұят деген ертек айтып еңбек ақы түрлері өте қатты ұқсайды бір-біріне. қара тек терлегенің қара жүріс қара Дауыстары да өте қатты ұқсайды. Сайнала санасы сол қызыңды айыптама бұзықты жұлдызыңды қызға дана Көйлектері өте әдемі. Образдары өте әдемі, бірақ та енді маған қазір ұят емес шындық айтам сол шынды ұят емес қайтан ал өмір тағы берілмес алдағы мүмкіндік қалауыңа бүгілмес өмір деген жол қателері мол қатеңді түзету ұят емес істе адал бол өмір заңы сол әлемді күзету ұят емес өмір деген жол қателері мол қатеңді түзету ұят емес істе адал бол өмір заңы сол әлемді күзету американдық стильде жасалған, өте американдық стильде жасалған. ұят емес тым ұят емес Басқа ел көрсе біреуі де қазақша деп айтпайды, оларды қазақта деп айтпайды. Өте американдық стильде жасалған енді. емес тым ұят емес шайқа 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 Образдары өте смелый, батыл образдар. Бұндай образбенен көп адам шыға алмайтын шығар менің ойымша. өмір деген жол қателері мол қатеңді түзету ұят емес істе адал бол өмір заңы сол әлемді күзету ұят емес өмір деген жол қателері мол қатеңді түзету ұят емес істе адал бол өмір заңы сол әлемді күзету ұят емес ұят екен байқа 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 ұятты таста раста шайқа 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 Да. Өте қызықты клип болды. Түсінгенім бойынша көп егерде қатты сөздеріне анықтап тыңдамасаң, тек қана ұят емес деген ғана сөзді түсінесің. Сөздері негізінде сөздерін бөлек-бөлек клиптан бөлек алып қарап, бөлек-бөлек оқып тыңдаса, сөздері өте мағыналы айтып жатқан, бірақ та клипті дұрыс емес түсірген сияқты, мне кажется, өйткені клипта адал жолында жүрген ұят емес деп айтып жатыр. Бірақ та бұл жақта клипта бұлар біріншіден татуировка салуға үгіттеп жатыр. Мысалы, мен клипті барып көре сала, мен барып татуировка салмаймын, бірақ та оны кішкентай қыздар көруі мүмкін. Мен видеомда да көріп отқандай, сондықтан да татуировка салуға, одан қарай ішімдіктерді қолдануға, өте қысқа киюге, сонымен қатар карта, казино ойнауға, біреуді даже ұрлап кетуге үгіттеп жатыр. Яғни оның нәрсенің бәрі біз үшін ұят емес деп айтып жатыр. Сондықтан да мен ойымша клип жағын дұрыс емес жасаған сияқты, ал былай сөздері өте жақсы, негізінде айтылып жатқан сөздері. Клип жағын дұрыс емес деген ау. Ал жаңа составына келетін болсақ, составының қыздары бәрі бірдей, яғни жеке тұлға деп алып қарай алмайсың. Мысалы, Айдана Меденова, мысалы, Камшат Жолдыбаева болған кезде олардың әрқайсысы әртүрлі болған, ал мына жерде дауыстары да ұқсайды, сонымен қатар түрлері де ұқсайды. Енді келесі 91-ның All I Need деген клипін көрейік. Мен 91-ның бұл бірінші клипі
Так, клиптің сюжетін мүлдем түсінбедім, вообще сюжеті жоқ. Фонда ғана өздері түседі, билері өте жақсы, синхронно билейді. Одан кейін клип вообще не туралы айтып жатыр, өлең не туралы айтып жатыр, түсінген жоқпын. Басы нормально көңілдірек болды. Аяқ жағы өте грустный болып кетті. Мүлдем бір сөз түсінбедім. Жоқ, өкпелі или өкпелеме деген бір сөз түсіндім. Инау олай не дегенді айта берді. Шын айтқанда түсінбедім. Балалар әдемі, енді сол үшін фанаттар көп шығар, может. Бірақ шыны керек сөзін, бір сөзін түсінбедім. Сондықтан да ренжімейді деген ойдамын. Мен нені айтып жатырмын? Мен жеке ойымды айтып жатырмын. Келесі 3-ші клип Mad Men бас кетеді. Негізінде екеуі бір-біріне ұқсайды, мне кажется. Топтар вообще стилі. Жаңағы кешуде соларға ұқсап келетқан сияқты. Бізгеше кешуге ұқсайтын тағы да топ бар ма? Қыздардың тобы соларға ұқсайтын. Кей-поп стилінде. Одан сюжеті бар екен, ұйқыдан тұрды. Mad Men. Ой, шошқыт. Бала кішкентай ғой, по-моему, менен кіші даже. Шыдасы ұтпасам. Бір туған күн тусовка болатыр. Мә саған. Билеп жетіп. Бір ғана бала айтып жатыр ма? Екіншісі ма түсінбедім, ұқсайды, өте қатты ұқсайды. Тоже 5 бала екен, билері тоже күшті. Мені би үйренгім келіп кетті. 91-ге өте қатты ұқсайды жерлері. Вау, өшір әдем болды. Дауыс әдем екен. Тусовка болып жатыр, жаңа жылдық вроде. Өте кішкентай балалар сияқты, мне кажется. Қыздар да өте кішкентай қыздар. Американский вечеринка жасақсылар келген, бірақ американский вечеринка вообще ұқсамайды. Түрлері кішкентай балалар. Вот осы сценканы, осы жерді, мне кажется, 91-ден алған. Жаңа 91-дің жаңағы клипіндағы жерге өте қатты ұқсайды. Солар сияқты сондай ракурста түсірген. Өкінішке орай түрлерін білмеймін, кім екенін ажырата алмайды мына жерде ешкімді. Мынау ұйықтап жатыр әлі. Барлық бала толстовкада киініп жүр. Мына бала екеуі қатты ұқсайды бір-біріне, ақ пенен қарадағы. Егіз емес па? Дас әдем екен. Бітті ма? Өте тез бітіп қалды. Негізі маған мынау клип үшеуінен де қатты осы клип ұнады.
сюжеттері жақсы, түсінген бойынша американский вечеринка жасағылар келген, бірақ американский вечеринка вообще ұқсамайды, қазақша вечеринка болып қалған сияқты. Сонымен қатар қыздары да кішкентай қыздар екен көрініп тұр, бір 16-18 аралығындағы қыздар. Балалары да білмеймін, жастардың өкінішке орай, бірақ та жастары кіші екені көрініп тұр. 91-лерге қарағанда, мне кажется, шатасуым мүмкін, өйткені мен бұл топтардан аттарын да білмеймін, кешірім сұраймын. Сондықтан да менің бүгінгі осы реакцияларым осындай. Сіздерге ұнады деп ойлаймын, және де келесі менің реакция видеоларымды қалайсыздар ма, қаласаңыздар қандай топқа, қандай өлеңдеріне жазып кетіңіздер астына, соны мен келесі видеомда реакцияға түсіретін боламын. Сіздермен бірге болған мен Ботафлай. Менің келесі видеоларымда кездескенше, менің видеома лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Кездескенше, всем пока!